депутат Ардақ Назаровтың айтуы бойынша адам тоқ болса құтырады екен. Сондықтан адам аш болу керек. Адам жоқшылықтан құтырмайды екен. Адам тоқшылықтан құтырады екен. Адамның қарны тойып, қолына дүние түскен кезде адам құтырып тастайды екен. Диктаторлық саяси технология бойынша бәрі де дұрыс. Неге десеңіз, тоқ болған құл режимге қауіпті. Ол көп ойланады, сосын керек емес сұрақтарды қояды. Ал аш құл, ол аш. Оның кредиттары бар, үйіндегі бала шағасының асырайтын мәселелері бар. Ондай құл өте ыңғайлы режимде. Сұрақ қоймайды, саясатпен айналысатын уақыты да жоқ, жағдайы да жоқ. Ол аш. Бірақ бұндай жағдай сендер үшін ғана. Ал өздерін олар өте жақсы көреді. Олар тоқшылықты жақсы көреді. Олардың жалақысы да жақсы, жағдайлары да жақсы. Киетін киімдері әлемде танымалы брендтер. Gucci, Valentino, Armani. Мысалы, денсаулық сақтау министрі бір киініп шыққан киімдері, туфли, сумочкасы бір пәттердің бағасымен тең. Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Аль-Назарова оказалась под градом критики за дорогие образы. В социальных сетях отмечают, пока врачи и медперсонал ходят в поношенной униформе, глава ведомства демонстрирует предметы роскоши. Обсуждение началось после брифинга в правительстве. Она приехала в клинику в Жезказгане на Лексусе. Пользователи обратили внимание на туфли Валентина, стоимость которых достигает 1000 евро. Того в сети активно обсуждается фотография Аль-Назаровой в Нью-Йорке в сентябре 2025 года. Она запечатлена сумкой Фенди стоимостью свыше $6000. Неге десеңіз, олар бізді құл ретінде санайды. Біз үндемейміз, біз ештеңе талап етпейміз, саясатпен айналыспаймыз. Сондықтан біз дамыған бай мемлекет болу үшін біз құлдық сана сезімінен құтылу керек. Бәріне де баға көтеріліп жатыр. Бензин, газ, тарифтер, тамақтың, киімнің бағасы көтеріліп жатыр. Біз үндемейміз. Жаңа жылдан кейін НДС көтеріледі. Баға одан сайын көтеріледі. Сондықтан біз бұған қарсылық білдіру керекпіз. Біз белсенді болу керекпіз. Біз саясатпен айналысу керекпіз. Біз еркін халық болу керекпіз. Сонда ғана бізде өзгеріс болады. Алға Қазақстан.